Хабиб Нурмагомедов UFC және бүкіл ММА тарихындағы ең үздік жауынгерлердің бірі. Ұзаққа созылған мансабында 29 жекпе-жек өткізіп, барлығында жеңіске жеткен әлемдегі жалғыз адам. Хабибтің арқасында дагестандық күрес бүкіл әлемге қорқынышты қару секілді көрінді. Біздің уақытымыздың аты шулы ең танымал және ең мықты жауынгерлердің бірі 3 жыл бұрын кәсіпқойлық мансабын UFC-дің чемпионы ретінде аяқтаған болатын. Хабиб туралы біз арнайы видео шығарған болатынбыз, кіріп қарап кетсеңіздер болады. Ал бүгін болса біз бай өмір айдарын жалғастырамыз. Түсініп тұрғаныңыздай, бүгінгі видеомызда бай өмір Хабиб Нурмагомедов. Ал осы видео басталмас бұрын біздің Азамат ММА телеграм арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы арнада қазақстандық және әлемдік ММА мен бокс жаңалықтары жасалынып отырады. Және де көбісі UFC турнирлерін қайдан қарауға болады деген сұрақтар қояды. Осыған жауап біздің телеграм каналымыз. Сол жерде сіздер таза қазақ тіліндегі комментаторлармен UFC-ді тікелей эфирде көрсеңіздер болады. Сонымен қатар міндетті түрде видеоға лайк басып арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Және де келесі видеода қай жауынгер жайлы видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Ал біз бастаймыз. Хабиб Нурмагомедов Ресей Федерациясы Дағыстан Республикасы Махачкала қаласында тұрады. Қаланың ортасында тұрғын үй кешенінде 4 бөлмелі пәтері бар. Сонымен қатар қаланың шетінде 2 қабатты коттеджі бар. Және де өзінің туып өскен Сельди ауылындағы ескі үйі бар. Оны әлі күнге дейін сатпай, әр кезде сол үйіне барып тұрады. Бұдан басқа Хабибтің Америкада Калифорния штаты Сан-Хосе қаласында бүткіл командасына сатып алған үйі бар. Бұл үйді Хабиб Конор Макгрегормен болған жекпе-жектен кейін сатып алған еді. Ал бұған дейін осы үйді жалға алып отырды. Хабибтің өзі қарапайым болғасын, бекерден бекер бұқаралық ақпараттарға өзінің байлығын көрсете бермейді. Дегенімен налоговый отчетқа сүйенсек, Хабиб Нурмагомедовтың Ресей астанасы Мәскеу қаласында 3 бөлмелі пәтері бар. Ол әйгілі Москва Сити тұрғын үй кешенінде орналасқан. Хабибтің автокөліктері жайлы көп ақпарат жоқ. Дегенмен ғаламтордағы бейнелерге сүйенсек, Хабибтің алғашқы көлігі Кавказ халқының сүйіктісі Лада Приора болатын. Ақ түсті Лада Приораны сол кезде салоннан 2,5 миллион теңгеге сатып алуға болатын. Келесі көлігі Mercedes S500 автокөлігі, немесе де жай ғана Кабан. Бұндай автокөліктің бағасы Ресей нарығында 2,5 миллион теңгені құрайды. Хабибтің келесі автокөлігі Mercedes AMG GTS болатын. Бұл автокөлікті Хабибке сыйлық ретінде сыйланған, бағасы 55-60 миллион теңгені құрайды. Содан Хабиб кезекті жеңісіне жеткеннен соң оған Краснодар облысынан 2 гектарлы жер беріліп, жаңадан Lada Vesta сыйланған болатын. Бұл автокөліктің салоннан берілетін бағасы 6 миллион теңгені құрайды. Хабибтің ең сүйікті автокөліктерінің бірі BMW M6. Бұл автокөлікті Хабиб 25 миллион теңгеге сатып алған болатын. Сонымен қатар Хабиб әр қазақтың арманы Toyota Land Cruiser 200 автокөлігін сатып алған еді. Бұның да бағасы 25 миллион теңгені құрайды. Хабиб отбасысын мүлде көрсетпейді. Сондықтан біз бұны қазып шығармай тек сыртта айтып кеткен жөн деген ойға келдік. Хабибтің әйелінің аты Фатимат, және де олардың 3 балдары бар. Хабибтің өзінен басқа туған ағасы бар. Мұхаммед Нурмагомедов, әкесі марқұм Абдулманап Нурмагомедовтың айтуы бойынша Хабибтен де талантты болған. Алайда дұрыс тәртіп болмағасын спортта қандай да бір жетістіктерге жете алмады. Бұдан басқа Хабибтің Аминат атты қарындасы бар. Өкінішке немесе қуанышқа орай қарындасы жайлы ешқандай ақпарат жоқ. Сонымен қатар Хабибтің өзі секілді UFC-де өнер көрсететін бауырлары бар. Алғашқысы Абубакар Нурмагомедов. 34 жастағы Абубакар Нурмагомедовтар отбасысындағы 4 жеңілісі бар жалғыз адам. Тағы бір інісі Омар Нурмагомедов UFC-дің жеңілдеу салмағында өнер көрсетеді. Біз Омар туралы топ 5 болашақ UFC чемпиондары жайлы видеомызда айтып кеткен болатынбыз. Кіріп қарап кетсеңіздер болады. Және де кішісі Усман Нурмагомедов. Дәл қазір жеңіл салмақ дәрежесіндегі әлемнің екінші ММА промоушны Беллатордың чемпионы. Төбелес тәсілі мүлде Хабибтікіне ұқсамайтын мықты соққыларға ие Муайтай мектебінің түлегі. Бауырластарынан басқа Хабибтің кішкентай кезінен келе жатқан досы Ислам Махачев. Хабибтің орынбасары дәл қазір UFC чемпионы. Және де чемпиондығын Алекс Волконовскийге қарсы қорғап, Чарльз Оливейраға қарсы реванш өткізуге дайындалып жатыр. Және де Хабибтің айналасында жүрген тағы да бір досы Хазболла Магомедов, немесе де Хазбек.
Хабиб Нурмагомедовтың бизнестен де біраз хабары бар. Алғашқы стартаптарының бірі Octazone атты спортпен айналысу үшін арналған қосымша. Бұл қосымшаның ішіндегі Хабибтің өзі үйрететін видео сабақтары бар. Дене шынықтырумен айналысуға болады. Бұдан басқа Хабиб ресейлік нарықтағы ұялы байланыс операторы Eagle Mobile компаниясының 25% тиесілі. Алайда бұл бизнесті әзірше көп пайда әкелетіндердің қатарына жатқыза алмаймыз. Дегенмен болашақ 25-26 жылдарға таман бұл оператор Ресей нарығындағы ең үздіктердің қатарына кіруі мүмкін. Сонымен қатар Хабиб Fitra атты протеиндік тамақтарды шығарады. Хабибтің осы компаниясының амбассадорлары болып Ислам Махачев пен Зубайра Тухугов, Умар Нурмагомедов және Усман Нурмагомедовтар жүр. Бұдан басқа Хабиб Нурмагомедов өзінің атымен Хабиб Джим атты фитнес залдары мен жасөспірімдерге арналған спорт мектептерін ашып бастаған. Біраз уақыт бұрын Хабиб Джим залы Дубайда ашылған болатын. Және де Хабибтің Махачкала қаласында ашылған Папаха атты шағын кафесі бар. Бұдан басқа Meet by Хабиб деген фастфуд ресторандары ашылған еді. Сөзсіз Хабиб спорттық мансабы аяқталғаннан соң толығымен кәсіпкерлікке беріліп кетті. Болашақта Хабиб Ресей және бүкіл СНГ елдерінде өзінің атымен футбол мектептерін ашқысы келіп жүр. Және де содан шыққан бүлдіршіндерді өзінің Eagle Sports Management агенттігіне қосып, Еуропадағы топ клубтарға жібереді. Мансабын аяқтағаннан соң Хабиб UFC секілді промоушнды ашқан еді. Біраз жыл бұрын Хабиб Gorilla FC атты промоушнды $1 миллион сатып алып, оның атын Eagle Fight Championship деп өзгертіп, толығымен өз промоушнын жүргізе бастады. Хабибтің промоушнінде біздің қазақ бауырларымыз өнер көрсеткен. Дәурен Ермеков, Жаслан Акымжанов, Диар Нұрғожа және тағы да басқалары. Хабиб бұл промоушнның дамуы үшін барлығын істеп келеді. Алайда соңғы жылдары промоушн жұмысын уақытша тоқтатқан еді. Бұдан басқа Хабиб өзінің қасында жүрген бауырларына көмектесіп бапкер рөлін атқарып келеді. Қасындағы бауыры исламды чемпиондыққа жеткізгеннен соң қасындағы бөлерілері Умар және Усман Нурмагомедовтарды UFC чемпиондығына жеткізуге барлығын жасап келе жатыр. Бәлкім жақын уақытта Хабиб Ресей елінен көшіп Дубай немесе Абу-Даби қаласына толығымен орналасуы мүмкін. Себебі Ресей елінің жасап жатқан қылығының кесірі бүкіл жауынгерлерге тиіп жатыр. Сөзсіз Хабиб бүкіл әлемдегі және де тарихтағы ең үздік жауынгерлердің бірі. 29-0 рекордына ие дағыстандық бүркіт мансабын бірде-бір жеңілсіз аяқтаған еді. Сонымен қатар ең көп ақша тапқан ММА жауынгерлерінің бірі болды. Бүгінгі видеомызда сіздер Хабиб Нурмагомедовтың қалай өмір сүретінін көрген болатынсыздар. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Егер де сізге ұнаса, міндетті түрде видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесіде осы бай өмір айдарының аясында қай жауынгер жайлы сөз қозғайық? Комментарийге жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған азамат арнасы сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.